Қайырлы күн, құрметті студенттер. Дәріс сабағына қош келдіңіздер. Бүгін психология пәніндегі ерекше тақырыптың бірі, өзінің орны бар, мазмұны бар тақырыптың бірі ерік тақырыбы. Орыс тілінде бұны воля деп атайды. Воля, не воля, бүгін дәріс лекциясы ма, сабағы мінекей. Сондықтан осы дәріс сабағында ерік деген ұғым сіздерге келгенде, естігенде сіздер ерік деген ұғыммен қандай ассоциациялар, яғни ойларыңа келеді. Біріншіден, ерік ол адамның еш нәрсеге, яғни тәуелсіздігі. Екіншіден, ерік адам бостандығы, азаттық дегенді, еркіндік, яғни деген ұғымдарменен ол байланысты жүреді. Сонда ерік деп біз адамның өз мінез құлқын саналы түрде меңгере алу қабілетін айтады екенбіз. Адамды әр алуан әрекеттерменен іске бағыттайтын нәрсе, мақсат қою, соған талпыну, оны психологияда ниет, мотив, себеп деп айтады. Психологияның осы ерік ұғымындағы, психологиядағы еріктің мынау табиғи ерекшелігін, ғылыми негіздерін, психологияда табиғи ғылыми негіздерін қалаған Иван Сечнев пен Иван Павлович Павловтың ілімі әрекеті, ілімі ерікті әрекеттердің негізі, мұндағы материалдық процестер, сыртқы әсер мен мидың уақытша байланыстары, шартты рефлекстер деп түсінді. Шартты және шартсыз рефлекс болатынын біз білеміз. Мысалы, қараңғы бөлмеден жарық бөлмеге кіргенімізде біздің көзіміз, яғни жыпылықтайды. Осы кезде бізде мынау шартсыз рефлекстер, яғни қызмет жасайды. Ал қараңғы бөлмеге кіріп келіп біз свет жағып қалғанымызда көз реакциямыз, яғни көзіміздің тітіркенуі осылай қызмет жасайды. Бұнда да, яғни шартсыз рефлекстердің орындалуын біз көреді екенбіз. Ерік актілері бар. Ерік актісінің өзіндік сатылары болады. Бірінші, мысалы, мақсат және оған жетуге ұмтылу. Бұл дайындық кезеңіміз. Екінші, мақсатқа жету мүмкіншіліктерін түсіну, мақсат қоя білуіміз. Мысалы, үшінші, ниет тілектердің пайда болуы. Бұл жерде айтайық, мінекей, бірінші, дайындық кезеңінде бәріңізде 11-ші сыныпта оқып жүргенде кім болам, қайда барам, қандай мамандық таңдайым деп, мысалы, ойларыңызды соған мамандыққа, яғни болатын келешек өзіңнің со маман иесі болуыңа өзіңнің ойыңды бұрасын. Одан кейін мектепті аяқтап, аттестат алып, жаңағы ұбт-дан өтіп болғаннан кейін мақсат қойып, мен осы кәсіптің иесі болсам екен деп оқу орнына келесің. Одан кейін өзіңіздің қалаған, тілеген, ниет білдіріп, сол оқу орынға келіп оқуға түсесіз. Одан кейін ниеттер тартысы және оның бірін қалау. Мысалы, сіз мектепте 10-шы, 11-ші сыныптарда оқып жүргенде, сіз ауыл шаруашылығы маманында болғыңыз келді, және педагогикалық мамандықтан, мысалы, өзіңіз отырған биология, химия, тағы басқа математика пәнінің мұғалімі де, мысалы, болғыңыз келіп тұр. Бірақ осы 4 түрлі кәсіптің атын айтып отырмын. Ауыл шаруашылық маманы, биология пәнінің мұғалімі, химия пәнінің мұғалімі, математика пәнінің мұғалімі. Осының ішінен сіз бір ғана кәсіпті, бір ғана мамандықтың иесі болуды, яғни қалайсыз. Сол мамандыққа сіздің құжатыңызды өткізесіз тапсырып. Және сол мамандықтың келешекте иесі болып шығуға әрекет жасап дайындаласыз. Сонда тоқтамға келу үшін
мүмкіншіліктердің бірін қалау. Жаңа айтылып отқан мамандықтардың міне бірін қалап, сіз тоқтам жасап, сол шешіміңізді әрі қарата орындауға, яғни мақсат қоясыз. Тоқтамға келген шешімді орындау. Енді орындау үшін сіз құжатыңызды тапсырып, яғни сабаққа келіп, сабақ кестесі бойынша біліміңізді алып, келешекте диплом алған, яғни дипломыңызды алып, диплом иесі болып, маман болып, осы оқу орнынан шығып, өзіңіздің қызмет бабыңызбен жұмыс жасайсыз. Неки осы ерік актілері мен оның сатыларының орындалуы адамның бойында бірінен соң бірі келіп, адамға мотивация беріп, түрткі болып отырады. Адамның ерік жігеріне үлкен үлес қосып, оған, яғни келешекте таңдайтын мамандығына, немесе жасайтын іс-әрекетіне, немесе ойлаған жұмыстарының, яғни жоспарлы түрде орындалуына осындай үлкен ықпалын тигізіп отырады. Осы ерік актілеріндегі сатылардың бірінен кейін бірі орындалып, олардың, яғни іске қосылуында осы адам өзінің, яғни ерік жігерін қалыптастырып, оны орындай бастайды екен. Келесі, еріктің ұнамды қасиеттері бар, балалар. Ол қандай қасиеттер екен? Адамның бойында кездесетін дербестік, біздің дербестігіміз, батылдығымыз, бір іске қорықпай кірісетін батылдығымыз. Сол іс біткенше өзімізді танытатын табандылығымыз. Адамның адами болмысындағы өзін өзі меңгере алуы мен оның ұстамдылығы. Ұстамдылық әр ортада әр түрлі болып, яғни жүзеге асады. Мысалы, үлкен ғылыми орталықтарда, педагогикалық орталықтарда, немесе дос жолдасыңның арасындағы орталықтарда, өзіңнің ағайын туғанның арасындағы орталықтарда өз ұстамдылығыңды сақтау және өзіңнің сыртқы келбетіңдегі ұстамдылықты, яғни көрсету, бұл адам үшін де үлкен жауапкершілікпенен және адам үшін бір жетістіктің бірі болып табылады екен. Сабырлық, адамның бір асыл қасиетінің бірі сабырлық деген бар. Ал осы сабырлыққа келетін болсақ, сабырлық бұл адамның бойындағы ең бір аса көрегендігін, мәдениеттілігін, сондай бір сабырлы байыппен, баппен, яғни адам мінез құлқындағы бір жақсы биязылықты көрсететін жақсы қасиеттің бірін біз сабырлық деп атайды екенбіз. Байсалдылық, борыш сезімі. Сабырлық ол адамдағы керемет бір жақсы қасиеттің бірі болса, байсалдылық деген, яғни бұл мінезіндегі, ерік жігеріндегі үлкен бір тұрақтылықты көрсететін көріністі біз байсалдылық дейміз. Осы бала өте байсалды, сондай ойын жинақы, тұрақты ойменен байсалдылық көзқарас танытып, үнемі осындай бір жігерлік көрсетіп жүрген айтады кейде. Сондай байсалдылық ұғымының өзі осы ерекшеліктермен сипатталады. Ал борыш сезімі, біз бәріміз перзент ретінде еліміздің алдында өз борышымыз бар, атқаратын азамат ретінде, осы елдің азаматы ретінде, отанымыздың алдында, отанның осы бір үлкен мүшесі ретінде қоғамымыздың осы атқаратын борышымыз бар. Өзіміздің мынау ата-ана ретінде балаларымыздың алдында борышымыз бар. Балалардың ата-ананың алдында бір міндетті борыштары бар. Тіпті қарапайым түрі ұятқа қалдырмай, ата-анасын мысалы ұятқа қалдырмай жүрудің өзі де бір үлкен жақсы борыш сезімі ғой деп ойлаймын. Сонымен қатар мынау біздің отан қорғаушылар дейміз. Әскердегі қызмет жасап жатқан, әскерге барған ұлдарымыз, азаматтарымыздың өзінің отан алдындағы борышын өтеп жатқан үлкен бір сезімі, борыш сезімі, яғни отан сүйгіштік, патриотизм деген үлкен ұғымдармен белгіленетін борыш сезіміміз бар. Бәрімізде осы еліміз Қазақстанның перзенті ретінде біз міндеттіміз
әрі біздің борышымыз болып саналады. Осы отанымызды қорғау, отанымызды сүю, отанымыз алдында өз қызметімізді абыроймен алып жүру және адамдық қасиеттеріміздің бәрін ар ожданымызды сақтап жүрудің өзі үлкен борыш сезімі деп ойлаймын, құрметті студенттер. Еріктің ұнамсыз да қасиеттері болады. Өзгенің сөзіне еру. Мысалы, ерме дейді ғой, анаған да еріп кетеді, мынаған да еріп кетеді. Иланғыштығы, яғни жаңағы мына жаққа да, ана жаққа да иланып кетеді. Жаңағы не дейді оны, мынау өзінің жаңағы ішкі мынау сезімінде психикалық тұрақсыздық әрекеттері, әлсіздік танытатын адамдар болады. Сол кезде осы әрекетті иланғыштық, яғни өзгенің сөзіне еру, ерме деп атап жатады. Былай айтқанда наивный дегенде осыны айтылып жатады осы. Сондай наивный бала, ол сөйтіп ергіш ол. Оны көндіру оңай дейді кейде. Осы бір қасиеттер адамның бойында кейде адамның бойын билеп те кетеді екен осы. Тартыншақтық деген бар. Бір істі бастар алдында өзіне өз сенімсіздік танытып, өзінің әрекетін тартыншақтықпен қарап тұрады. Бастасам бекен, бастамасам бекен, не істесем бекен деген сияқты ойменен тартыншақтығы болады. Қасарысушылық деген бар. Яғни қалай айтсаң да сенің айтқаныңды қабылдайды, түсінеді, бірақ өзінің анау кертартпалық мінезіменен соған қарсылық білдіріп, қасарысушылық танытып, яғни қарсылық білдіріп, қасарысушылық танытып, өзін сондай бір құйтырқы, келеңсіз жақтан үнемі көрсетіп тұрады екен. Ал қиқарлық мінезі болады адамда. Қиқарлық, сотқарлық дейді ғой, бірдеңені білдіріп тастау, бірдеңені, яғни үнемі бірдеңенің теріс жағын көру деп осы қиқарлық мінез танытатында балалар болады, адамдар болады. Үнемі ұжымның ішінде де сол өзінің кертартпалығымен, қиқар мінезімен қарсылық танытып, осылай бірдемелерге келіспей, өзінің пікірін дұрыс айтпайды, ойын да жеткізбейді, сондай бір адамдардың мінез құлқы болады. Осы мінекей осы қиқарлық, қасарысушылық деген ұғымдардың бәрі осы сондай бір адамдардың келбетінен кездесетін адамдар. Ол адамның бәрінде болмайды ондай. Бірақ барлық адамдарда бір конфликт болады ғой, ішкі жан дүниесінде. Бірақ көп адамдардың ішінде ондай кездеспейді. Бірең сараң адамда осындай бір нәрселер кездесіп тұрады. Осы қиқарлығы, қасарысушылығы кездесіп, адамдарға кейде ұжымға болсын, топқа болсын, іріткі салып отыратын адамдар да болады. Ынжықтық бұл үнемі, яғни істейтін ісіне бір өзінің жаңағы сенімсіздігін, қорқақтығын үрейленіп барып, осытып жаңағыдай жасқаншақтығын танытып барып кірісетін адамдар болады. Осы ынжықтық дегенде үнемі айтып жатады, осының ынжықтығы өзін артқа тастап жүр, үнемі алға қарай ұмтылысы барау, бірақ өзі ынжық болғасын, яғни алға ұмтыла алмай жүр деген сөздерді кейде естіп жатамыз. Сонда осы ынжықтық адамды кейде яғни баратын, болатын ісін алға бастырмай кері тартып отыратын бір еріктегі ұнамсыз қасиеттің бірі екен. Еріктік қасиеттер кез келген тұлғаның, жеке тұлғаның еріктік қасиеттері болады. Ол еріктік қасиеттері ынталылығы, дербестік, еркіндік деген ұғым бар. Ынталылық. Мысалы, ынта жігерімізді біз бір жақсы іске, бір жақсы ойларға, жақсы жобаларға, мен де жасайын, мен де істеп көрейінші, мен де осындай болайыншы деп бір өзімізді сөйтіп алға алып шығамыз.
осы ынтамызды, жігерімізді көрсетіп, ал ынта жігері қойып, ынталық білдіріп істеткен ісімізден кейде бір үлкен жетістіктерге жетіп, үлкен, яғни өзіміздің мынау кәсіби шеберлігімізді шыңдап, осы жерде яғни қаншалықты адам бір өзінің дәрежесінің, жаңағы өзінің мамандығында, кәсібінде қаншалықты, яғни орын алғанын, сол мамандықты меңгергенін, сол мамандықтың ішіндегі әлі де зерттелетін нәрселерге көзінің жеткенін танытатын бір ерекше қасиеттің бірі, ерік қасиеттерінің ішіндегі ынталылық деген. Мынаның ынтасы бар, жігері мықты деп айтып жатады кейде балаларды. Сонда ынталы, жігерлі балдардың осындай бір үлкен топ жарып жарыстарда немесе үлкен белестерден көрінуі ықтимал екен. Дербестік адамның бойында кез келген адам дербес адам. Былай айтқанда, дара дербес өзінің жеке өзіне тән оригиналдылығы бар адамдарды біз дербес адамдар дейміз, дербестік қасиеті дейміз. Сол дербестігіне байланысты кез келген адамның эмоциялық ерік сферасында өзіне тән ерекшеліктерді көрсете алады екен. Еркіндік. Біз Қазақстан Республикасының азаматтары бәріміз еркін адамдармыз. Еркіндігіміз, өзіміздің тәуелсіздігіміз бар. Еркін, яғни қызмет жасаймыз. Еркін біз білім алып жатырмыз. Еркін өмір кешіп жатырмыз, өмір сүріп жатырмыз. Еркіндік бұл ешкімнен тәуелсіз, яғни өмір сүру. Бірақ еркіндік әрекетінде, мысалы, балаларын ата-аналар жастары 18-ге келгенше, кәмелет жасына толғанға дейін ата-аналардың, яғни қолдауында, қарамағында отыр. Одан да кейінде қанша жасқа ғұмыр кешсе де ата-анасы үшін бала, мысалы, ол бала болып қалады. Сондықтан да оларда еркіндік, бірақ ол еркіндіктердің өзі ата-анасына кейде мынау тәуелді, ата-ананы сыйлау, ата-анаға деген бір ерекше құрметпен қарау деген, бірақ еркіндігі әр кезде адамның өзіне тән болып жүретін үлкен бір еріктік қасиеттің бірі екен. Табандылық бұл адамның ұдайы шалт әрекеттерден бірде төмендетпей, көрінген қиыншылықтарға төзе білуі. Адамның еркі менен мінез құлықтарында мінез құлық иесі. Адам қалыптасқан тағылым талаптарды жоққа шығара отырып, міндетті түрде қандай да басқа өзіне ұнаған құндылықтарға ауысады. Адам өзінің өмір сүрген ортасындағы ең керегін, ең нағыз осы өзіне тиістісін, өзіне тән нәрселерін ғана өзіне алады. Адамның еркі мен мінез құлықтары Иван Павлович Павлов ерікті адамның белсенділігіне байлау болатын, кедергілерді жеңуде көрінетін әрекетшеңдік, еркіндік инстинкті деп қарастырады. Сонымен бүгін тыңдаған дәрістеріңіз ерік туралы мәліметтерді зерттеген ғалымдар өте көп. Оны біз келесі практикалық сабақта зерделей зерттей түсеміз. Ерік әрекетіне байланысты әртүрлі әдістемелермен келесі сабақта жұмыс істейміз. Практикалық сабақта бүгінге дәріс осы. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Дәріс сабағы аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.